Сәлем достар, сіздермен Байқу Қояш. Біз қазір Акихабарадамыз. Акихабара бұл Токионың ең танымал ауданы болып табылады. Ол несімен танымал десеңіздер, біріншісі бұл робототехника. Техниканың ең дамыған түрлері осы Акихабарада сатылады. Екіншісі бұл поп-культура, яғни AKB48 деген сияқты поп айдолдардың осы жерде кафелері, барлықтар осы жерде орналасқан болып табылады. Үшіншісі бұл әрине аниме. Анимемен өте танымал. Бұл жерде кез келген Акихабараның кез келген жерде барсаңыздар, толған аниме магазиндер болып табылады. Бірақ шын түсіруге болмайды әрине, бірақ неше түрлі фигуркалар, наклейкалар, сосын неше түрлі подушкалар, қаламдар, білмеймін, дәптерлер, неше түрлі заттардың барлығын сол жерде сатады. Бағалары өте қымбат. Кәдімгі дәптерлерден 5 есе, 10 есе қымбат болып табылады. Сонымен қоса Жапониядағы ең танымал анимелер, мысалы One Piece сияқты, Наруто сияқты, олардың кез келген жерлерінің суреттері, барлықтары тұрады. Себебі олар өте танымал. Сонымен қоса мына жерде мысалы манга магазиндер өте көп. 8 этажды, 9 этажды, 10 этажды манга магазиндер. Сонымен қоса техника сататын магазиндер, мысалы Юдобаши камера деген сияқты 6-7 этаж. Соның барлығы өте танымал болып табылады. Және туристер өте көп келеді үшін. Жапонияның ең қатты маркетинговый ход дейді ғой. Сосы әрбір мысалы магазиннің немесе кафенің алдында сол магазинді мысалы анименің киімін киіп алып немесе сол форманы киіп алып, шашын бояп алып, қатты боянып алып, өте сүйкімді қыздар тұрады, көрсетіп. Оның барлықтары осы біздің магазинге кіріңіздер, бізде өте қызық деген сияқты мағынамен осы қыздарды көп қояды. Осы отаку деген анимеден өлетін адамдар осы жерде өте көп жүреді. Сондықтан да мысалы аниме сияқты киініп алған ұлдар, шаштарын сөйтіп аниме сияқты жасап алған, боянып алған қыздарды өте көп көруге болады. Анимеден өлген адамдардың әлемі деп айтуға болады осы Акихабара. Жапонияның бір түрлігі, үлкенісі, елдердегі, мына қыздар сипалап жүр. Мына жерде неше түрлі, әртүрлі жылдарда өте әйгілі болған анимелердің фигуркалары. Мысалы мына жерде Гандамы деген аниме әлі күнге дейін өте әйгілі Жапонияда. Мысалы онгоинг анимелер бар. 2000 жылдан басталып әлі күнге дейін жалғасып келе жатқан. Мысалы One Piece деген бар. Мына жерде тұр мысалы. Әлі күнге дейін көрушілердің саны өте көп. Қазақстанда да бұл қалай болады. Көрушілердің көп көреді біздің Қазақстанда да. Сосын мына жерде біздің кішкентай кезіміздегі өте әйгілі болған Sailor Moon деген аниме. Толығымен One Piece жер. Мен білетін ерген ема. Негізі One Piece көп екен. Ең көпі One Piece ме жер. Соның Гандамы.
Енді осы персонаждардың арасынан өзіңізге ұнайтын анименің персонажын көріп қалған жағдайларыңыз болса, онда қай анимеден екенін, не үшін жақсы көресіз, қай жылдан бастап көріп жатырсыз, әлі күнге дейін көресіз ба, анимені жақсы көресіз ба деген сияқты комментарий жазсаңыз қуанышты боламыз. 流した涙生きる意味を探してたきっと誰もが足りない何かを願い今を生きてるんだ運命だとか人生だとか今日は最後の日曜日笑ってたくてただそれだけで全て答えは自分の中僕にかすかに見える理想の自分がまた後悔ないように生きてる Артымыздағы кафе ол AKB48 деген Жапониядағы ең танымал қыздар группасының кафесі. Мысалы біздің Қазақстанда кеш ұйға осылай бір кафе ашып қойғандай ғой. Және оның көп адамдар, яғни фанаттары келіп, осылай өзінің жаңағы сүйікті әншілердің клиптерін көріп, суреттерін қарап, дегендей тамақ ішеді. Осылай бір көшені, бір ауданды сондай анимеге арнау деген сияқты нәрсе біз қазақтар үшін өте таңғаларлық нәрсе. Мысалы, қалай айтсам болады, бір Арбатты мысалы мультфильмдерге арнап қойған деген сияқты ғой. Біз үшін Арбаттан үлкен, Арбатпен салыстыруға болмайды. Алматыдағы бір белгілі бір микрорайонда осылай мультиктердің әлемі етіп жаса, мысалы қазақтар үшін күлкілі көрінетін сияқты. Бірақ жапондарға ол өте кәдімгі нәрсе болып саналады. Және осы станциядан шыққан кезде осы жаңағы районның бірден жаңағы өзінің атмосферасын сезесің. Яғни жан жақтан жаңағы мультиктерде кино алған қыздарды көресің, ұлдарды көресің. Жан жақтың бәрі жаңағыдай сол кейіпкерлердің суретіленген деген сияқты дисплейлерде солардың жаңа мультиктері өтіп жатыр, концерттері беріліп жатыр деген сияқты өте шынымен анименің ішіне кіргендей боласың. Және де осы аниме арқылы жапондар өзінің мәдениетіне қызықтырып алды деп айтсақ болады. Себебі осы анименің жаңағыдай фанаттары осы Жапонияға осы аниме үшін келетін адамдар көп. Осы Акихабараны көру үшін келетін адамдар өте көп. Жаңағы анименің бірінші фандары да, үлкен фанаттары сөйтіп жаңағы Жапонияға осы Акихабараға барғым келеді деген оймен келетін адамдар өте көп. Және ол өте күшті деп ойлаймын жапондар үшін. Сондай ақылды халық, сондай мультиктен өздерінің жаңағы мультиктер үшін өздеріне табынатын шетелдіктерді жасап алды ғой. Мысалы, Акихабарада өте көп шетелдіктерді көруге болады. Білмеймін, жапондардан көп шетелдіктер көп деп ойлаймын. Жапондардан гөрі. Мына жақта достар, сіздерге Акихабара ұнады ма? Бізге ұнайды Акихабара. Бізде осындай Қазақстанда әр өзіміздің қалаларымызда осындай бір районның болғанын қалаймыз. Жаңағыдай өзіміздің мультиктерімізді көргіміз келеді дегендей. Қазақстанда шығарылған өзіміздің қазақтың мультиктерін осылай әлемге танысақ деп ойлаймын. Және де бір күн бізде осындай бір районға жетерміз деп ойлаймын.